Түркістанда жолда қабылдау республикалық акциясы басталды. Тұрғындардың өтініштері 2 күн ішінде бірнеше жерде қабылданады деп жоспарлануда. Мұнда облыстық полиция департаментінің өкілдері қатысып, азаматтарға жолда жүру ережесі мен түрлі заң туралы түсінік берді. Бүгінгі акцияға келген тұрғындардың бірі Асылхан Темірхан. Көлік құжаттарына байланысты сауалдарына жауап алмақшы болған ол акцияға арнайы келмеген, бірақ жолы болып департамент қызметкерлерінің көптеген сауалдарының жауабын алды. Қабылдау акциясына арнайы келгенім жоқ. Өзімнің жеке көлігім бойынша сұрақтармен келгем. Акцияны көріп қалып, ресейлік көлігім жайлы сұрақтарымды сұрадым. Көмектесті. Жолда қабылдау акциясының ерекшелік мұнда кез келген тұрғын келіп құзырлы орган өкілдеріне көкейкесті сауалдарын қоя алады. Мамандар тұрғындарды автокөліктерді тіркеу, жүргізуші және жеке бас куәлігін алу, көші-қон заңдарына ақпараттандырып жатыр. Бір ұтымды түсіп, көмекке жүгінгендердің мәселелері жедел түрде шешілуде. Бүгінгі акцияның мақсаты осы 2023 жылдың 14-15 шілде аралығында Қазақстан Республикасы бойынша осы жолда қабылдау акциясы жүріп жатыр. Бұл акцияның мақсаты халықтың арасында көптеген туындаған мәселелер, жаңағы шетел автокөліктері бойынша, көші-қон мәселесі бойынша, айыппұл мәселесі бойынша сұрақтарға жауап беру. Түркістандағы халыққа қызмет көрсету орталығының ғимаратында арнайы мобиль топ таңғы сағат 9-дан түске дейін тұрғындардың барлық сұрақтарына жауап берді. Тіпті зорлық-зомбылыққа байланысты өзгерген заңды да жете түсіндірді. Енді қазіргі таңда 70 тұрмыстық зорлық-зомбылықты заң күшіне енгеннен бастап соңғы шешімді тек сот қабылдайтын болды. Бұрынғыдай учаскелік полиция инспекторлары өздері жәбірленуші кешірім берген жағдайда, екі ара татуласқан жағдайда, ол ешқандай татуласқан жағдайда бұрын жәбірленушілер кешірім беріп істі қараусыз қалдыратын еді. Ал осы заң күшіне енгеннен бастап оны тек соттың алдында татуласуға мүмкіншілігі бар. Онда да тек бір-ақ рет. Жолда қабылдау республикалық акциясы Ішкі істер министрлігінің нұсқауы бойынша ұйымдастырылып отыр. Дәл осындай акция Түркістан облысындағы барлық аудан ауылдарда өтуде.